армияда военный оркестрде саксофон ойнады. Кішкентай кезімде әкемнің үйде тенор саксофон мен альт саксофон болған, ескі Wingman деген компанияның. Бізге енді кішкентай кезімізде қызық болды, ондай жылтыраған инструмент көзге түседі деген сияқты. Батырхан Шүкенов ағамыздың концерттері жиі жүретін болды телевизордан. Папам бір жағынан өлең айтатын. Батырхан Шүкенов ағамыздың Джулия өлеңін айтып, тойларға шығып, саксофонда ойнап, солосын Джулияның. Естіп өстім кішкентай кезімде. Біздер Дин-Нұрпейісов колледжін бітірген кезде қасында орыс бала болған, Денис. Сол екеуміз жеке концертіміз бергенбіз бірігіп. Жазбы шығармалар ойнадық. Бенсонның шығармасы Nothing Gonna Change My Love For You. Стив Уондердің шығармасын орындадық. Мен стипендияны жалпы 3-4 күн қалғанда естігем. 2 күн қалғанда видео түсіріп, мотивирующий письмамызды жазып ойымыздан. Стипендия енді бізге қаржы жағынан үлкен көмек. Мен бір жағынан өзіме жаңа инструмент алуға ақша жинап жүргем, оған біршама көмек болды. Жалпы болашақта осы консерватория қабырғасында оқып жүріп, халықаралық конкурстарға көп шыққым келеді. Өзімді көп дамытқым келеді. Біздің әлі білмейтін саксофонның қырын аша алмаған жерлер көп.